Баршаларыңызға сәлем бердік. Сіздермен Маржан. Бисмиллах деп бастаймыз. Бүгін өте әрлі, әдемі салаттардың кезегі. Император салатын әзірлейтін боламыз. Бұның ішінде құрамында өте зат көп. Бірақ жейілген кезде өте дәмді болып шығады. Әзірлеп көріңіздер, бір рет болса да. Суға піскен сиырдың еті ең алдымен қосылатын. Ол мен де кеше арнайы салатқа қалдырып қойған болатынмын. Кейін осылай картопты суға пісіріп аласыздар. Барлық заттарды үлкен қылып турайсыздар, сонда өте әдемі көрінеді. Ет, картоп, жұмыртқа, қызанақ, қияр. Барлығын осылай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп аласыздар. Мен каналымда рецепттің бәрі оңай әзірленеді. Қатты бір усилия прилагать етудің керегі жоқ. Әр адам өстіп қарап отырып жасай алады. Әртүрлі комментарийлер жазылады, келеді. Кейбір адамдар жазып қойған, сен өзіңе тамақ жасап үйрену керек әлі деп. Мен каналды біреу үшін жүргізіп отқан жоқпын, өзіме қызық ретінде, мен де қолымнан осындай келетін нәрселермен бөлісейін деген ретінде жасап көрсетіп жатырмын. Мүмкін біреуге пайдам тиіп қалар. Бір адамға пайдам тисе де, оның өзі мен үшін өте бір үлкен мәртебе деп ойлаймын. Осындай өзімде кезінде Google'дан, YouTube'дан қарап отқан рецепттарым, қазір тұрақты түрде қолданатын рецепттарым, мен білмейтін, жасап көрмеген тағамдармен бөліспеймін. Осылай барлығын турап аламыз. Кейін чечилді бөліп аламыз. И заправка. Мен майонез, бұрышымен барлық дерлік салаттарды қосамын, сонда дәмі ерекше болып шығады. Астына лист салата қоясыздар, үстіп қоясыздар да, үстіне чечил қойып, дастарханға ұсынасыздар. Өте әдемі болып шығады. Дастарханның көркі болады, дәмі де өте керемет. Кезегінде фунчоза. Фунчоза бір жағынан ыстық тамаққа да келеді. Ыстықтай жесеңіздер, ыстық тамақ ретінде жеуге болады. Әзірлену өте оңай. Менде 2 салат бүгін етпен. Осы рецептпен фунчоза әзірлесеңіздер, дәмі керемет болып шығады. Барлығы видеода толықтай көрсетілген. Мен осындай көп нәрсе қосам. Ет қосам, қызанақ, қияр, бұрыш. Бірақ тек қана сәбізді ғана етті қорып алам, қалған ингредиенттердің бәрін шикілге қосам десе болады. Сәбізді 1 минут қана қорам, ет пен пиязды қорып, барлығын араластырасыздар. Бұяқта ең маңыздысы қазір заправкасы. Заправкасы жақсы шықса, салат өте керемет болып шығады. Ас болсын.